Майнкрафтта істейтін нәрселер өте көп. Механизмдер, немесе үлкен мақпаптар, немесе тағы да механизмдер. Сөйтіп Майнкрафтта мен сервердегі балаларға флаг сыйлайын дедім. Сөйтіп оны тиктокқа салғаннан кейін өте көп аудитория жинады. Оған рахмет. В общем, қарсайсың. В общем, мынандай DJI-ге салған флаг қой. Сен сонда не фанатсың ғой. Сосын осы флагтарды істеп жатқан кезде Майнкрафт маған жаңадан флаг дейтін әлемін ашты. Оны түсіну өте қиын болғандықтан сіздерге қазір түсіндіріп беремін. Видеоны бастайық. Бірінші ең оңайынан бастайық. Флагты істеу үшін бізге верстакты ашамыз да 6-6 және астынан бір палка қоямыз. Сол кезде бізде кәдімгі флаг шығады. Егер де сіз көп флаг істемесеңіз, сразу фермашер істеп алыңыздар. Екіншісі бояу. Бояуды жинаған кезде мен сияқты бүкіл гүлді жинау керек емес. Жай ғана осы көк, қызыл, сары және ромашка дейтін гүлдер керек. Ромашканы жинау өйткені ол ақ цвет емес, серый цвет береді. Ал серый цвет дегеніміз ол қара мен ақты қосқаны. Сосын одан кейін мынандай қара цветті екі жолмен үзуге болады. Сразу мен бірден екі жолында істеп көрген выживаниеде. Бірі океанда жүзіп жүрген ең ыңғайлы, если мечеңізде добить болса. В общем, андай роза жинаған керек емес. Басқа гүлдер не керек емес, оларды бір краситель ғой деп айтатын шығарсыздар. Жоқ, ең алдында айтқан гүлдерді бояу шығарған кезде, сосын оларды бір-біріне қосқан кезде дәл сондай краситель істеуге болады. Сосын ең соңғысы кактус. В общем, кактус бізге зеленый краситель береді, оны істеу үшін біз печкаға саламыз. Ең соңғысы узор. Енді достар, сіздерге қазір флагтың өзі қалай жұмыс істейтінін көрсететін боламын. Егер де флагты сіздер верстакқа қойып, іште әртүрлі фигураларды қоятын болсаңыздар, сіздер өте көп краситель құртасыздар. Егер де осындай 2 нитпен сосын 4 досканы құртып, осындай столды істеп алатын болсаңыздар, сіздер өте аз нәрсе құртасыздар. Жаңағына верстакты істеп тұрған сурет, оны бірақ штуктың арқасында осылай істейтін боламыз. Және де басқа да крафттар, бірақ оларды біз верстактан верстактан істей алмаймыз, бірақ та мынаның көмегімен істейміз. Бірақ та ол үшін бізге узор керек. Узор дейтініміз знамение ма сондай. Оның әртүрлі несі бар. Біз өзіміз 6 ғана істей аламыз, оның өзі 8. Екеуін видео соңында айтып беретін боламын. Олшым ең бірінші мынандайды істейміз. Істегеннен кейін оның аяққа кіреміз, нәтижеге үшінші слотқа қоятын боламыз. Нәтижеге флаг, нәтижеге ортасына краситель, любой другой краситель. Бізге осындай нәрсе ашылады. Біз оны верстактан істей алмаймыз, тек қана осындай ненің көмегімен. Ол үшін бір бумага керек. Одан кейін келесісі ромашка. Ромашканың көмегімен біз цветок істейміз. Цветок өте көп қолданатын нәрсе. Және де Қазақстан флагында осы қолданады. Осындай цветок шығады. Одан кейінгісі ол үшін тағы да верстакқа кіру керек. Сөйтсен тағы да бумаганы қоямыз. Кирпич. Кирпичте кәдімгі сланцы күйдіріп, сол кезде бізге өзіміз кирпич шығады. Одан кейін флагты қоямыз. Осындай кирпич шығатын болады. Келесі қалған үшеу ең қиындардың бірі, черептің басы, оны өте оңай табуға болатын сияқты, өйткені барлығымыз серверный кіріптің соңында ұлғай жететін боламыз. Сол кезде біреуін алып кетсеңіздер, бұның көмегімен өте көп нәрселер істелінеді. Основном қолданатын нәрсе сразу істеп алуға керек нәрсе. Осындай череп скелеттің, виза скелеттің басы шығатын болады. Одан кейін келесі крипер. Криперді де өте оңай сияқты крипер табу, бірақ та екеуі бір-біріне всегда жақындаған кезде жарылып кете береді. Екеуі бір-бірін өлтіріп тастайды деген ой моментально. Не простой, не анау. Мен десем осындай проблема болған. Сонымен крипердің мордасын істеп алатын боламыз. Одан кейінгі келесі ең қиындардың бірі ол зачарованный яблоко. Осыны ночь, немесе ночьның яблокасы. Осы флагты қоямыз, одан кейін осындай моджиктің бұрынға незін іздейтін боламыз. Айтсам болады. Осы қақта? Міне. Осы осындай моджиктің знагын іздейтін боламыз. Енді қалған екеуін достар, біреуін неден табуға болады, аттан табуға болады. Оны тапқан кезде табу өте астроном осындықтарды шығатын болады. Келесісін жителер сатып аламыз. Ол шар дейтін немесе бүкілін осы жителер сатып алуға болады. Осының ең последний профессиясында осындай залып дейтін шығады.
қазір сіздерге осының екеуінің түрін көрсететін боламын. Основной морда дейтін осы атты көп қолданбаса да, бірақ та ең қиын табылатын ең қиынның біреуі мен үшін осы сияқты, өйткені оны житель максимальный шарттан түсірмеуге сіздерге тырысатын болады. Келесі шар дейтініміз кәдімгі земля сияқты менің ойымша. Қазір сіздерге енді осыған түрлерін сонымен арға кете берейік. В общем, мынау кирпичке жаңағы істейміз, мынау лицо крипера, ночное яблоко, и одан кейін цветоктан кейін шар, кәдімгі земляный шар сияқты, и одан кейін бағанағы лианель ма, мынандай өрмелік нәрсемен, сосын мынау лицо мордына ең қиын табылатын нәрселердің бірі. Әне ең соңғысы осындай скелет. Осымен бітті достар. Ары қарай кете берейік. Енді достар, видеоның негізгі мәні бітті. Енді ары қарай интересный фактылар. Флагтың түрі көп, қаша дейсіздер ме? Егер беріп тұрып флагтың бір секундтан қарасаң, онда бұған 2 есе уақыт кетеді, чем біздің әлеміміздің өмір сүргені 26 миллиардқа қарсы 14-ке тағы да шамамен 82 квадриллион есімі бар флагтардың. Және достар, флагтарды біз Java версияда шетке қоса аламыз. Біздің телефонда істелмейді, өйткені бізде өте қатты лагать ететін болады. Бірақ та компьютерде істелінеді. Достар, қазір сіздерге мынандай флагты қалай істеу керекке көрсететін боламын. Осындай Vardan'ның флагы өте әдемі. Достар, қазір сіздерге қалай флагты істеу керекке көрсететін боламын. Ең бірінші бізге қара флаг керек. Одан кейін біз мынандай қара көк түспен тұрамыз да сүзгісейміз. Сүзгісеп болғаннан кейін бізде уже мынандай не шығу керек, флаг шығу керек. Одан кейін қайтадан сыныққа кіреміз да, осы жақта біз серый цветті қолданып цветоктың несін түсеміз керек біз, немесін. Бізде осындай флаг шығатын болады. Оған қайтып сыныққа кіреміз да, одан кейін тағы да қара цветпен біз үсті жағын бояйтын не істеуіміз керек біз. Міне ол. Осындай шығу керек. Сонымен бізде мынандай флагтар пайда бастайды. Бірақ ештеңе ондай қатты түсінікті болмайды. Одан кейін серый цветтің көмегімен біз мынандай бас істейміз. Сол кезде мынандай шығады. Одан кейін біз қайтып кіреміз да, сосын шекері крипердің басын қоятын боламыз. Бізде уже шамалы Vardan шығып жатады. Красителі екі нәрседен істеуге болады. Черный красителі ол бір мынандайдың көмегімен, екіншісі ол өте қиын табылатын розаның цветімен. Одан кейін қайтадан сыныққа кірейік. Сыныққа кіргеннен кейін шеті жағын қоршап тұрған ондайды қоямыз. Сол кезде бізде полноценный аяғы бар Vardan шығатын болады. Міне достар, осымен Vardan істелінді. Егер де достар, осы видеоны астан 50 лайк жиналатын болса, мен бүкіл сервердегі балдарға флаг сыйлайтын боламын. Және олардың реакциясын осы YouTube каналға көрсететін боламын. Осымен видео бітті. Давайте сау болыңдар.